Сәлем достар, бүгін біз сіздермен массаж ағзаға қалай әсер ететіні жайлы айтатын боламыз. Мені жоғалтып алмас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Алдағы уақытта денсаулыққа пайдалы кеңестермен көбірек бөлісетін боламын. Массаж ағзаны сауықтыратын ежелгі тәжірибелердің бірі. Проблемалық жерге массаж арқылы әсер ету бұлшықеттердің ауырғанын кетіріп қана қоймайды. Сондай-ақ басқа да мәселелерді шешуге көмектеседі. Дұрыс массаждың әсерлері әртүрлі, сондықтан қалаған нәтижеге жету үшін дұрыс техника таңдау маңызды. Массаждың көмегімен қандай әсерлер алуға болатынын қарастырайық. Массаж ағзаға қоректік әсер береді. Массаж сеансы кезінде лимфа, ұлпаралық сұйықтық және қан ағыны жақсарады. Ал тіндер көбірек оттек, микроэлементтер мен дәрумендер алады. Нәтижесінде бұлшықеттер қалпына келіп, олардың жұмысқа қабілеттілігі жақсарады. Массаж кезінде зат алмасу күшейеді және әсер еткен жерде терінің тыныс алуы жақсарады. Массаж адамға сергітуші әсер бере алады. Процедура кезінде сіңірлердің, бұлшықеттердің және байламдардың рецепторларынан миға жүйке импульстарының ағымы артады. Бұл мидың торлы формациясының белсендірілуіне әкеледі, яғни адамға сергітуші әсер береді. Сергітуші әсерді арттыру үшін массажды аз уақыт және жылдам қарқында жасайды. Ағзаны сергіту үшін мына массаждық әдістер қолданылады: тереңелеу, ұрғылау, қаққылау. Массаждың түрлері. Массаж бірнеше топқа бөлінеді. Емдік массаж. Бұл емдеу әдістерінің ішінде өзінше оқшау тұрған ерекше түрі. Оны тек дәрігер тағайындайды. Ал орындағанда білгір мамандар ғана жасайды. Олар емханада, санаторий профилакторий сияқты медициналық мекемелерде аурудың жағдайын тыңғылықты қадағалап отырады. Ол басқа комплексті емнің құрамына кіреді. Мысал дәрі-дәрмекпен, физиотерапиялық емдік гимнастикалармен бірге жүріп отырса, аурудың жылдам айығып кетуіне толық мүмкіндік бар. Емдік массаж өзі жеке бірнеше топқа бөлінеді. Ол аурудың түріне, зақымданған не жарақаттанған жерге байланысты. Мәселен, жүрек қан тамырлары ауруларына бір түрлі массаж, тыныс алу жолдары ауырғанда басқа түрі, орталық не шеткері нерв жүйесі зақымданғанда тағы бір түрі қолданылады. Сол сияқты массаж операцияға дейін, одан кейін де кең қолданылады. Қысқасы, әр аурудың өзіне тән қолданылатын массаж тәсілдері, методикасы бар. Сондықтан емдік массажды тек медициналық білімі бар адамдар ғана жасай алады. Гигиеналық массаж. Массаждың бұл түрі сау адамдардың денсаулығын сақтау үшін, аурудың алдын алу үшін, ерте қартайып тері солып қалмау үшін қолданылады. Ол барлық денеге немесе жеке бір мүшеге жасалады. Сол сияқты оны маман, әйтпесе әркім өзіне өзі жасай алады. Гигиеналық массаж ертеңгі жаттығулар сияқты таңертең орындалады. Қай мезгілде жасаса да оның артықшылығы жоқ. Дегенмен таңертең ұйқыдан оянған сәтте денені сергітуге арналған. Себебі адам организмі бірден құлшынып тіршілікке ене қоймайды. Ол күні бойы біртіндеп таратылады. Әсіресе қан қысымы төмен не буындары ауыратын адамдарға ертеңгі массаждың көмегі өте қажет ақ. Сегменталды массаж. Жұлынан шыққан нерв талшықтары ішкі ағзаларға және дененің бір бөлігіне бірдей әсер етеді. Сонда адамның сыртқы және ішкі органдарының арасында тығыз байланыс болады. Дененің белгілі бір бөлігін деп тері, бұлшықет, тері астындағы шелді қабат, дәнекер ткань, тамырлар, сүйек барлығы нерв талшықтары арқылы ішкі ағзалармен байланысты. Сондықтан ішкі органдардың біреуі ауырса, бірден терінің бір жеріне беріледі. Мысалы, жүрек ауырғанда оның әсер сол жақ иыққа, жауырынға, қолға беріледі. Егер сол жерлерді зер салып қараса, өзіне тән өзгерістері байқалады. Басқа қоршаған жерден гөрі бұл белдеуде электрөткізгіштік қасиет жоғары, терінің температурасы көтеріңкі, бұлшықеттер қатты ауырып, сіресіп, өте сезімталдық байқалады. Осы анықталған белдеуге массаж жасағанда науқасқа шалдыққан ішкі органда әжептәуір жеңілдік анықталады. Ол жерде қан айналымы жақсарып, зат алмасуы күшейеді. Сондықтан ішкі ағзалардың әрқайсысына лайықты сезімтал белдеулері болады. Жұлынның арнайы сегменттері соған арналған. Массаждың түрлі тәсілдерін осы арнайы сезімтал белдеулерге қолдана отырып, зақымданған мүшені қалпына келтіруге болады. Ол үшін жұлынның сегменттерін анықтап білу керек. Барлығы жоғары реттеуші күштің қармағында өтетін еш уақытта естен шығармаған дұрыс. Нүктелі массаж. Массаждың бұл түрі басқалардан өзгеше.
Нүктелі массаж организмнің биологиялық активті нүктелеріне әсер етеді. Клиникалық тәжірибе және эксперименталды зерттеулер нүктелі массаждың әсерінен организмде айтарлықтай өзгерістер болатынын дәлелдеді. Массаж жасаған нүктеде терінің температурасы көтеріліп, электр өткізгіш қабілеті жоғарылайды. Оны жылжымалы табископ деген прибор арқылы оңай анықтауға болады. Нүктелі массажды басқаша акупунктура немесе акупрессура деп те атайды. Нүктелі массаж инемен емдеу әдісіне ұқсас. Нерв ұштарын тітіркендіреді. Биологиялық активті нүкте захарин гет белдеумен үнемі сәйкес келмейді. Нүктелі массаж жасағанда әр түрлі тәсілдер қолданылады. Оның екі түрі бар: қоздыру және тежеу. Тежейтін нүктелі массаж бұлшық етті босатуға және ауырған жерді басуға бағытталады. Ол үшін бір нүктені 1,5 минут саусақпен нығырлап басып отырып, оң жаққа бұрайды. Одан соң керісінше бұрап, саусақты босатқандай басады. Арасында сәл кідіреді. Қоздыратын нүктелі массаж. Бұлшық етті қатайту үшін қолданылады. Ол үшін саусақты бір нүктеге қадап 20-30 секунд дірілдетеді. Әрбір осындай қимылдан соң қолды жылдам жұлып алады. Әр қайсысын 3-4 рет қайталайды. Қазіргі кезде ғалымдардың айтуынша адам бойынан 695 нүкте табылған. Олардың тек 140-150 ғана массажға қолданылып жүр. Соның өзінде көптеген нүктелер өте сирек пайдаланылады. Нүктелі массаждың қасиеті нүктенің орналасқан жеріне, күшіне және ұзақтығына тікелей байланысты. Ол 1-2-3 саусақтармен немесе вибрациялық аппаратпен орындалады. Нүктелі массаж әртүрлі ауруларды емдеуге, спортта тірек қимыл буын зақымданған кезде немесе классикалық массаждың алдында денені босаңсытуға, биологиялық активті нүктелердің тиімділігін арттырыш, басқа бір нүктелердің жұмысын тежей тұру тәсілімен қолданылады. Шамадан тыс жүйке бұлшық ет және психологиялық кернеуді азайту үшін массаждың тыныштандыратын әсері қолданылады. Тыныштандыратын әсер бүкіл денені ырғақты және ұзақ сипалау арқылы беріледі. Тыныштандыратын әсер эндорфиндердің бөлінуімен және орталық жүйке жүйесінде тежелу процесінің дамуымен түсіндіріледі. Массажды баяу қарқында ұзақ жасаса, оның тыныштандыратын әсері арта түседі. Қалыпқа түсіруші әсер мидағы жүйке импульстарын реттелуіне байланысты жүзеге асады. Массаж мидың қозу және тежелу процестерін қалыпқа келтіреді. Массаж сеанс кезінде уқалатын бұлшық еттер аймағында оң қозу ошағы қалыптасады. Ол мидағы бұрыннан бар қозудың патологиялық ошағын тежей алады. Массаждың қалыпқа түсіруші әсерін түрлі зақымдар кезінде зақымдалған жерді қалыпқа келтіру үшін және бұлшық еттер семуінің дамуын болдырмас үшін қолданылады. Ағза функцияларын қалыпқа келтіру үшін жеке рефлексогендік аймақтардың сегменттік массажы қолданылады. Массаж жүйке бұлшық ет аппаратын дұрыстауға, бұлшық ет сіңірлер кернеуін азайтуға және жалпы ағза жағдайын жақсартуға мүмкіндік береді. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.